Ассалаумағалейкум, армысыздар. Сіздер Ерасыл Сейтхамз арнасындасыздар. Бүгін біз Испания лигасындағы Реал Мадрид пен Барселона арасындағы бәсекелестікті талқылайтын боламыз. Арбелова алғашқы маусымда чемпион бола ала ма? Барселона бірінші орынға қайта шыға ала ма? Осы сұрақтарға жауап іздеп көретін боламыз. Өз басым Реал Мадрид жанкүйері болғанымен, бүгінгі ойларымды нейтралды тұрғыда айтатын боламын. Ал кеттік. Соңғы матчтарға шолу жасайтын болсақ, 15 ақпан күні Реал Мадрид өз алаңында Реал Сосьедадты қабылдады. Есеп 4-1. 5 минутта Гонсало Гарсия есеп ашты. 21 минутта пенальтиден Ойярзабаль таразбасын теңестірді. 25-28 минутта пенальти арқылы Винисиус гол соқты. 31 минутта Вальверде айып алаң сыртынан керемет соққымен гол соқты. Осылайша Реал Мадрид сенімді жеңіске жетті. Ал 17 ақпан күні Жирона мен Барселона арасында матч өтті. Есеп 1-2. 45 минут, яғни бірінші таймның соңында Ламин Ямаль пенальти соға алмай қалды. 59 минутта Кубарси есеп ашты. Ал бірақ 81-86 минутта Лемал мен Белтрон гол соғып камбэк жасап кетті. Осылайша Барселона сырт алаңда Жиронаға есе жіберді. Лиганың қазіргі жағдайы: бірінші орында Реал Мадрид 60 ұпай, екінші орында Барселона 58 ұпай. Қос командадағы жарақаттар туралы айтатын болсам, Реал Мадридте Беллингем, Эдер Милитао, Родриго, ал Барселонада Кристенсен, Гави, Педри, Решфорд. Реал Мадридтің қазіргі қарқыны өте жақсы. Бас бапкер Альваро Арбелова клубтың ойын тактикасын жаңартты. Ол Винисиус, Мбаппе сынды ойыншыларды жақсы қолданады және ойыншыларға жеткілікті ойын уақытын береді. Көбінесе қолданатын схемасы 4-4-2. Клубтың басты мәселелерінің бірі раздевалка атмосферасы. Клубта өңкей әлем жұлдыздар ойнағандықтан, ойыншылар арасында келіспеушілік, эгоизм сынды оқиғалар орын алып отырады. Ойыншыларға келетін болсақ, Мбаппе лиганың үздік бомбардирі, ал Винисиус соңғы матчтарда өзін жақсы қырынан көрсетуде. Айта кететін жағдай, соңғы 2 матчта Трент Александр-Арнольд ойнады. Осыған дейін ол 3 ай жарақатта болған болатын. Маусым басында клубқа жаңадан келген Альваро Каррерас пен Дин Хейсен қазір клубтың маңызды ойыншыларына айналды. Ендігі кезек Барселона. Барселона маусымда өте керемет нәтижемен бастады. 23 турға дейін лига көшін бастап келді. Бірақ команда үшін соңғы матчтар өте ауыр болды. Клубтың басты проблемасы Рафиня, Педри, Ямал сынды кілттік ойыншыларға тәуелділік және ойынның тұрақсыздығы. Барселона Рафиня мен Педри ойнаған матчтарда жеңілмейді, ал оларсыз команда қатты қиналады. Қорғаныста Кубарси өз жұмысын жақсы атқарғанымен, әріптестері Балде мен Эрик Гарсия әрқашан жақсы формасын ұстап тұра алмайды. Қазіргі таңда Рафиня, Педри, Решфорд сынды көшбасшы ойыншылар қатарға қайта қосылды. Сонымен қатар Барселонаның алдағы күнтізбесі қатты қиын емес. Сондықтан да каталондықтар маусым соңына дейін бірінші орынға қайта шығып кетуі мүмкін. Испаниядағы атышулы мәселелер. Қазіргі таңда клубтар, ойыншылар, жанкүйерлер Испания төрешілеріне наразы. Әр матч сайын төрешілер тарапынан өрескел қателіктер орын алуда. Кеше Жирона Барселона матчында Журкундеге қатысты фолды испаниялық маман Сотоградо ескермеді. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде ашық фол болған болатын. Бірақ бұндай оқиғалар Испания лигасында аз емес. Қорытынды: лиганың 24-ші туры бітті. Реал Мадрид пен Барселона арасындағы бәсекелестік одан сайын қыза түсуде. Екі команда ішінде чемпиондық өте маңызды. Сіздің ойыңызша маусым қандай нәтижемен аяқталады? Комментарийға жазып өтіңіз. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Қош, сау болыңыздар.